Сәлем достар, сіздермен бірге супер келін асханасы. Бүгін сіздерге етті рулет рецебін ұсынамын. Ең алдымен картошканың сыртын ашып, жуып тазалап аласыздар. Егер картобыңыз кішкентай болса, екеу алыңыз, үлкен болса, біреу жетеді. Терканың көмегімен жұқа етіп турап аласыздар да 2 стакан мұздай су құйып жуып аласыздар. Фольга немесе пергамент қағазды аласыз да картошкалардың барлығын дәл видеодағыдай жайғастырып шығасыздар. Зәйтүн майы немесе күнбағыс майын қосасыздар және тұз қосуды ұмытпаңыздар. 180 градуста 20 минуттай пісіріп аласыз. Енді біз ішіне қосатын начинкасын дайындап аламыз. Ол үшін пиязды жұқа етіп, 4 бұрышты етіп турап аласыз. Қызып тұрған табаға майды құйып, туралған пияздарды саласыз. Жақсылап қуыртырып, ішіне фарш салып, қайта қуырасыздар. Ішіне лавровый лист, қара бұрыш, қызыл бұрыш және томат салып қызартырып қуырып аласыздар. Енді дәміне қарай тұз салып қайта қуырасыздар. Сырды үккіштен өткізіп аласыздар. Менде 2 сыр, біреуі сулугуни және біреуі 4 бұрышты сыр. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша бір түрлі сырды қоссаңыздар болады. Менде 2 түрлі болған соң 2 түрлі сырды қостым. Картошкалардың үстінен енді сырларымызды жайғастырып шығамыз. Қызып тұрған пешке 5 минутқа жібереміз. Сыры еріген соң үстінен начинкасын саламыз. Начинкасын салатын кезде лавровый листтер кетіп қалмасын. Оларды алып тастайсыздар. Енді қайтадан үстіне қалған сырларды жайғастырып шығамыз. Енді дәл рулет тәріздес етіп орап аласыздар. Бетін фольгамен орап жауып қоясыздар да 15 минуттай пісіріп аласыздар. Етті рулетіміз дайын болды. Енді тек қана тәрелкемізге салып, дастарханға ұсынамыз. Ас болсын. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.